Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің қарастыратын сабағымыздың тақырыбы рационал сандарды периодтық бөлшек түрінде жазылуы. Натурал сандар дегеніміз n жиыны бізде натурал сандар жиынына жатады. n жиынына мысалы 1, 2, 3, 4 ары қарай тағы да басқа сандар жатады. Екінші бізде бүтін сандар жиыны z жиынына бізде мысалы -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 тағы да басқа қарай жалғаса береді. Яғни бұған минус шексіздіктен плюс шексіздік аралығындағы бүтін сандар жатады. Оның ішінде тегіз, 10 және 0 сандар береді. Енді Q дегеніміз бізде рационал сандар жиыны. Рационал сандар жиынына мысалы -3, -2, -1,6, -1,6, -1, 0, 0,5, 1, 2, 3 тағы да басқа сандар. Яғни бұл рационал сандар жиынынан бүтін сандарда, натурал сандарда осы рационал сандардың құрамына кіреді. Кез келген рационал санды n-нан n түрінде жазуға болады. Бұнда бүтін n дегеніміз бүтін сан, n натурал сан. Қысқартылмайтын жай бөлшек түрінде жазуға болады. Енді мысалдар қарастырайық осыған. Бірінші мысал, мысалы 50-ден 9. Жай бөлшектің бөлімін 50-ді 2 көбейтілген 5 көбейтілген 5 деп жай көбейткіштерге жіктейміз. Бұл 50-ден 9 дегеніміз алымның бөліміне бөлу. 9-ды 50-ге бөлетін болсақ, ол 0,118. Демек, 50-ден 9 дегеніміз ол 0,118. Екінші бөлшек 21-ден 1. Бұл бөлшектің бөлімін де 25-ті 5 көбейтілген 5 деп жіктеуге болады. Жай көбейткіште. Бұл 1-ді 25-ге бөлетін болсақ, ол бізде 0,104. Демек, 21 5-тен 1 дегеніміз ол те 0,104 бөлшек. Енді 8-ден 7 бұл да жай бөлшек. Бұның бөлімі 8. 8-ді 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2 деп 2-ге жіктеуге болады. Бұл 7-ні 8-ге бөлетін болсақ, ол 0,875. Демек, 8-ден 7 ол тең 0,875. Бұл бөлшектерді қарап отырсаңыздар, бұл бөлшектердің бәрі алма бөліміне қалдықсыз бөлінеді. Бұл бөлшектердің мұндай жағдайда бөлшектің алма бөліміне қалдықсыз бөлінуде шектеулі ондық бөлшек алынады. Ондық таңбалардың саны шектеулі, санаулы, яғни ондық бөлшектер шектеулі ондық бөлшектер деп аталады. Егер де бөлімі 2 және 5 сандарына жіктелетін болса, бұл бөлшектерді, яғни біз шектеулі ондық бөлшектер деп атаймыз. Екінші жағдайда қарастырайық мысалы. 7-ден 4 бөлшегі, оның бөлімі жай сан. 7 жай сан бізде. 1 көбейтілген 7. 17-ден 2 бөлшекте, бұнда да бөлімі 1 көбейтілген 17 деп аламыз. Бұлар да жай сандар. Енді бөлімінде 2 және 5-тен де өзге жай сандар болатын болса, мұндай бөлшектер шексіз болады. Бұл бөлуі шексіз болады, жалғаса береді. Мысалы, енді онда бұрыштап бөлеміз. Алымның бөліміне бөлгенде 4-ті 7-ге бөлеміз. Бұрыштап бөлген кезде бізде 7-ден 4 аз болғандықтан, кем болғандықтан біз 0-ден береміз. 0-ден бергенде 4-тің жанына 0-ді жалғастырып жазамыз. 40-ның ішінде 5-тен береміз 35, 40-тан 35-ті азайтқанда 5 болады. 5-ке тіркеп тағы да 0-ды жазамыз. 50-де 7-ден береміз. 7-ге көбейткенде бізде 49. 50-ден 49-ды азайтқан кезде бізде 1 болады. 1-ге тағы да 0-ді тіркеп жазатын болсақ 10. 10-да 1-ден береміз. 1-ді 7-ге көбейткенде 7. 10-нан 7-ні азайтатын болсақ 3. Тағы да 0-ді тіркеп жазамыз да, тағы да ары қарай
шексіз бұл бөліне береді. Бұл бөлшек. Екінші бөлшекті қарастырайық. 17-де 2-ден 17-тен 2. Яғни 2-ні алының бөліміне бөлеміз. 2-ні 17-ге бөлетін болсақ, бұнда да бізде тең болғандықтан біз 0-ден береміз. Яғни 17. 2-ге 0-ді тіркеп жазамыз. 1-ді 17-ге көбейткенде 17, 20-дан 17-ні азайтатын болсақ, 3. 3-ге тағы да 0-ді тіркеп жазамыз. 30, тағы да 1-ден береміз, 17. 30-дан 17-ні азайтқанда 13. 0-ді тіркеп жазамыз, 130. 7-ден беретін болсақ, 17-ні 7-ге көбейткенде 130. 119. 130-дан 119-ді азайтатын болсақ, тағы да 11 шығады. Оған тағы да 0-ді тіркеп жазатын болсақ, бұл осылай шексіз бөліне береді. Ары қарай шексіз бөліне береді. Енді 9-дан 2 деген бөлшегіміз, ол 2-ні 9-ға бөлетін болсақ, ол 0,222 деп, ол да шексіз жалғаса береді екілікке. 6-дан 5 деген бөлшекті 5-ті 6-ға бөлетін болсақ, ол тең болады. 0,8 тағы да 3 деп шексіз жалғаса береді. Бөлшектері шектеусіз периодты ондық бөлшектер немесе периодты ондық бөлшектер деп аталады. Периодты ондық бөлшектегі үтірден кейінгі шектеусіз қайталана беретін бір цифр немесе цифрлар тобы период деп аталады. 0,22 жана шексіз дедік жалғаса береді. Ол тең болады. Жазылуы 0, жақшаның ішінде 2. Енді оқылады. Оқуы 0, периодта 2 деген бұл. Бұл таза периодты ондық бөлшектер. Енді 0,8 3 қайталана беретін болса, ол тең болады. 0,10-нан 3, өйткені өтірден кейін басам болып тұрғандықтан 8, 10-нан 3, периодта 10-нан 8, периодта 3 деп оқылады. Период ондық бөлшектердің периодтарын жақшаға алып жазыңыздар дейді. Мұндай мысалдар қарастырайық. Бірінші, периодты жақшаның ішіне алып жазыңыздар дейді. Біріншісі 0,8 23 ары қарай жалғаса береді. Бұны жазатын болсақ, тең болады 0,10-нан 8 периодта 23 жақшаның ішінде жазылады периодта. Екінші мысалда 2,3 жалғаса береді. Бұл тең болады 2,3 периодта 3. Үшінші мысалымыз 0,91 7 қайталана беретін болса, онда бұл болады. Бұл аралас периодты ондық бөлшекке жатады. Өйткені 0,91 191 периодта 7 болады. Төртінші мысалда минус 6,6 жалғаса береді. Яғни минус 6,6 периодта 6. Келесі минус 0,1 деп яғни жалғастырады. Минус 0,1 жақшаның ішінде периодта 0,1 деп жазылады. Ендігі мысалымыз минус 4,37 яғни қайталана беретін болса, бұл минус 4,1 периодта 1037 яғни. Ол осылай жазылады. Периодты ондық бөлшектердің түрін анықтаңыздар. Мына тапсырмада түрін анықтаңыз. Біз білеміз, аралас периодты ондық бөлшек дейді, және таза периодты ондық бөлшектер бар. Мысалы, бірінші мысалды қарастырайық. 0, периодта 69. Яғни 0, өтірден ешқандай сан жоқ, сондықтан бұл таза периодты ондық бөлшекке жатады. Екіншісі 6,112 периодта 3. Бұл аралас ондық бөлшек, периодты ондық бөлшек. Неге? Өйткені өтірден кейін 12 саны тұр. Бұл аралас.
Үшіншісі мысалда 15,5 период та 16. Бұл да аралас период тондық бөлшекке жатады. Өйткені өтірден кейін мұнда 5 сан тұр. А периодта 16 қайталана береді периоды. Төртінші мысалда 2,8. Яғни бұл таза периодта тондық бөлшекке жатады. Өйткені өтірден кейін сан жоқ, мұнда периодта 8 жазылып тұр. Тапсырма: период тондық бөлшектердің ішінен таза период тондық бөлшектерді бір жолға, аралас период тондық бөлшектерді бір жолға теріп жазыңыздар. Яғни мына сандардың ішінен период тондық бөлшектерді жазамыз. Егер де жолға жазатын болса, мысалы, біріншісі -3 жазатын болса, екі жолға бұлай сызып қояйық. Бірінші таза периодты ондық бөлшектер тазаға -3 периодта 3 жатады. Екіншісі 9,4 периодта болады. Бұл аралас периодта ондық бөлшек жатады. Периодта 28. Үшінші 0,121 периодта 3. Бұл да аралас периодта ондық бөлшек жатады. 0,121 периодта 3 дейді. Төртінші тапсырмада 12, яғни бұл таза периодта ондық бөлшекке жатады. 12 периодта 32. Мына мысалды қарастырайық. Бұл да таза периодта ондық бөлшекке жатады. Өйткені 0 дейміз, периодта 27. Келесі -2. Бұл да таза периодта ондық бөлшекке жатады. -2 периодта 5. Мынауымыз енді бізде аралас периодты бөлшекке жатады. Өйткені өтірден кейін 6 саны бар. Аралас период тондық бөлшек 5,16 периодта 2. Ең соңғы қарастырсақ, бұл да таза период тондық бөлшекке жатады. -4 периодта 1. Біз білеміз, кез келген бүтін санды периодты таза ондық бөлшектер түрінде жазуға болады. Мысалы, 5 санын 5 бүтін санды тең болады. Периодты ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, өтірден кейін 0 цифрларын жалғастырам. Ол тең болады 5 бүтін периодта 0 болады. Немесе -8 сан -8 0,0 период. Ол тең болады -8 периодта 0. Рационал сандарды жазуға болады. 23,2-ні немесе 23,2-ді жазатын болсақ, ондық бөлшек түрінде период 23 өтірден кейін 0,0. Ол тең болады 23 периодта 0. Енді мына тапсырмаларға назар аударайық. 3,12 қайталана береді. Бұл тең болады 3 периодта 12. Келесі -5,125 қайталана береді. Ол тең болады -5 периодта 125. Келесі тапсырмада -5,13 периодта 25 тең болады 5 периодта 125. Келесі 25 өтірден кейін 2 сан 100-ден 23 периодта 15 болады. Енді бұл бөлшектерді қарастырсақ, бірінші, екіншісі таза период тондық бөлшекке жатса, үшінші мен төртіншісі аралас период тондық бөлшекке жатады.
бүгінгі рационал сандарды период кондық бөлшек түрінде жазылуы тақырыбына түсірген сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.